Сәлеметсіздер ме әріптестер, мен Молдашева Айнагүл Идіресовна, Сәулет мектеп-лицейінің ағылшын тіл пәні мұғалімі. Бүгінгі шебер сағатымда оқушыларды білім алушылардың білім жетістіктер мониторингі сынағына дайындау кезінде мұғалімдердің жұмысын жеңілдетуге арналған тиімді платформалармен бөлісетін боламын. Білім алушылардың білім жетістіктер мониторингісі дегеніміз не? Яғни бұл қазіргі таңдағы 4-ші және 9-ші сынып оқушыларының білім сапасын анықтайтын негізгі бір дербес құрал деп атасақ болады. Бастауыш және негізгі орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың білім жетістіктер мониторингісі оқыту сапасын жүйелі бақылау, бастауыш және негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес бағалау мақсатында жүзеге асырылатын емтихан түрі деп атауға болады. Білім алушылардың білім жетістік мониторингісі 9-ші сыныптарда қалай жүзеге асады? Соған тоқталатын болсақ, білім алушылардың білім жетістік мониторингісі 9-ші сыныптарда кешенді тестілеу нысанында АКТ қолдана отырып 3 бағыт бойынша жүзеге асады. Олар яғни математикалық сауаттылық, жаратылыстану ғылыми сауаттылығы және оқу сауаттылығы. Соның ішінде оқу сауаттылығына тоқталатын болсақ, оқу сауаттылығы орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілдерінде оқушылар мәтіндер бойынша жұмыстанатын болады. Әр пән бойынша 10 балл бойынша есептеліп, оқушылар оқу сауаттылығы бойынша жалпы 30 балл алуы қажет. Куизбот платформасы дегеніміз не? Куизбот платформасы кез келген педагог маманына көмекші құрал бола алатын жасанды интеллект платформасы. Яғни бұл платформа мұғалімдерге несімен тиімді? Соған тоқталатын болсақ, бұл жасанды интеллект платформасы сіз берген кез келген мәтінге автоматты түрде грамматикалық структурасы дұрыс сұрақтарды құрастырып бере алады. Куизбот платформасын қалай қолданамыз? Соған тоқталатын болсақ, алдымен Куизбот платформасына кіресіздер және міндетті түрде өздеріңіздің жеке электронды почта немесе Google аккаунт арқылы тіркеліп аласыздар. Енді төменгі жаққа қарасақ, мұнда тапсырманың әртүрлі шаблондар берілген. Осы мұнда шаблондарға назар аударатын болсақ, мұнда дұрыс жалған, ашық жауапты тапсырма немесе бір жауап дұрыс тест түріндегі тапсырмалар түрлерін көруге болады. Біз оқушыларды модульға дайындауда біздің тапсырмаларымыз көбіне бір тапсырма, яғни бір жауабы дұрыс тапсырмаларға бағытталғандықтан мен осы тапсырма шаблонын таңдап отырмын, ал сіз өзіңіздің қажеттілігіңізге қарай кез келген шаблонды таңдай аласыз. Енді сол жаққа назар аударсаңыз, мұнда сұрақ деген батырма тұры, сұрақ батырмасын бассаңыз, біздің негізгі парақша ашылады. Енді төмен жаққа қарасаңыз, мұнда сұрақ саны берілген. Мысалы, мен 10 сұрақтық тапсырма дайындағалы отырмын. Одан кейін астында мына көріп тұрғандай level. Бұл яғни оқушылардың жас ерекшелігіне сай, білім деңгейіне сай деңгейін таңдап аласыз. Міне оқушылардың тапсырма санын анықтадық, білім деңгейін анықтадық. Енді біз алдын ала дайындаған дайын мәтінімізді көшіріп саламыз. Міне мәтінімізді салдық. Generate батырмасын басқан кезде біздің мәтінімізге грамматикалық структурасы дұрыс, дайын, автоматты түрде 10 сұрақ жасап берді. Бұл жасанды интеллект платформасы. Бұл платформа бізге дайын сұрақ жасап қана қоймай, төменде көруге болады, осы дайын жасаған сұрақтардың кілтін де бірге жасап берді. Яғни бұл платформа мұғалімдердің жұмысын жеңілдететін ең тиімді керемет платформалардың бірі десем болады. Оқушылардың оқу сауаттылығын арттыруда, мәтінмен жұмыстануда Zipgrade бағдарламасының маңызы өте зор. Яғни Zipgrade бағдарламасы арқылы оқушыларға мәтін бере отырып, сол мәтін бойынша берілген тапсырманың жауабын тез тексеруге мүмкіндік беретін құрал. Zipgrade'ді яғни қалай қолданамыз? Алдымен оны телефонымызға жүктеп алғаннан кейін New Quiz батырмасын
жасап, біздер жаңа тест құрамыз. Одан кейін edit key, яғни жөндеуге барып, біздер осы тест бойынша сол тесттің кілтін жасаймыз. Сол кілт бойынша оқушылардың парақ бойынша жауаптарын сканерлеуден өткізіп, бұл Zipgrade бағдарламасы оқушылардың жауаптарын автоматты түрде тексеріп, қаншалықты дұрыс жауап бергенін анықтап беретін керемет құрал. Яғни Zipgrade бағдарламасы мұғалімдердің уақытын үнемдеуде, уақытын тиімді ұйымдастыруда пайдасы зор платформа екенін тағы да атап өтуге болады. Қорытындылай келе, бұл ұсынылған платформалар мұғалімнің жұмысын жеңілдететін және уақытын үнемдейтін ең таптырмас платформалардың бірі деп сенімді айта аламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.